Кейде біз айналамыздағы адамдарды байқамаймыз. Ал бір жылы сөз бен күлкі үлкен өзгеріс алып келеді. Біздің сыныбымыздың ең үлкен қағидалары бір-бірімізді тыңдау және өз ойымызбен бөлісу. Біздің сынып достық мекені. Мұнда әрбір оқушы өз орнын табады. Біз достығымызды нығайту мақсатында адал дос тақырыбында постер құрап өз ойымызбен бөлістік. Және де адал достың бойынан табылатын қасиеттерді достық ағашына бөліп жаздық. Оның ішінде адамгершілік, мейірімділік, қамқорлық, адалдық, сыйластық, тағы да басқалары. Біз ешқашан бөлінген емеспіз. Әрдайым кітап оқып, және оқығанымызбен бөліскенді жақсы көретінбіз. Біз әрдайым бір-бірімізге қол ұшын созамыз. Достығымызды нығайту ниетінде әрдайым бір-бірімізбен ашық сөйлесіп, ойымызбен бөлісеміз. Кішкентай ғана көмек үлкен достыққа жол ашады. Сондықтан біз әрдайым бір-бірімізге көмек беріп, қол ұшымызды созуға дайын тұрамыз. Қыз баласын сыйлау және оны құрметтеу әр ер азаматтың міндеті. Біз достық пен бірліктің, ұйымшылдық пен өзара қолдаудың арқасында көптеген жетістіктерге жеттік. Бірге өткізген әрбір сәт бізді жақындастырып, нағыз командаға айналдырды.